Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. In today's lesson, we are going to start a very interesting and very common topic. First question is, do you like traveling? If your answer is yes, do you know how to use English to get through customs? Chances are, when we get through customs, we will be asked questions in English. So you need to be ready for that part. And in today's lesson, I am going to teach you how to answer those questions. So let's get started our lesson from the new words. Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл мұғалімдарыңыз Никол. Бүгінгі сабақта біз бір өте қызықты әрі өмірде жиі кездесетін тақырыпты бастаймыз. Бұл тақырып, яғни саяхат. Сіздерге бірінші сұрақ. Саяхаттағанды жақсы көресіздер ме? Егер де иә болса, сіздер шет еліне шыққан кезде кедендегі офицерлердің сұрақтарына ағылшын тілімен жауап бере алдыңыздар ма? Болашақта, егер де шетелге шыққанда кеденнен еркін өтіп, офицерлердің сұрақтарына еркін жауап бергіңіз келсе, онда бүгінгі сабаққа қатысуды ұмытпаңыздар. Міндет түрде видеоны соңғы дейін қараңыздар. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Жақсы, онда бүгінгі тақырып бойынша бірінші мазмұн бізде жаңа сөздер. Экранға мұқият қарап отырыңыздар. Ал біздің бірінші жаңа сөз қазақ тілінде саяхат. Саяхат ағылшын тілінде екі түр айтуға болады. Біріншісі travel. 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 Болмаса trip. 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 Ал келесі бізде паспорт. Passport. 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 Келесі бізде сіздер самолеттан түсерден бұрын самолеттің үстінде толтыратын бір кішкене arrival card деген бір кішкене бланк болады. Сол бланкны бересіздер. Оны қай елге барасыздар, сол елдің жаңғы виза түзімі бойынша толтырасыздар. Бұның атауы arrival card. Arrival card. Келесі бізде бизнес. Егер де сіз бір елге командировкамен барған болсаңыз, онда business trip болады мысалы. Business trip. Business. Business. Келесі бізде оқу. Оқу. Бір елге оқу мақсатымен барған болсаңыз, study. 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 Келесі бізде қонақ үй. Hotel. 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 Келесі бір елге бару мақсатыңыз. Purpose. 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 Келесі біздегі кеденді ағылшын тілінде customs. Customs. Негізі аэропорттарда кеденнің белгісі осылай болады. Customs. Келесі бізде ауыстыру. Бұл негізі оң жақтағы экранда көрсетіп тұрғандай arrival деген жаңа нақты бір елге жеткен кезде arrival болады. Ал егер де сіз екінші ел арқылы үшінші елге ұшпақшы болсаңыз, сол кезде сіздерде transfer болады. Transfer. 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 Келесі бізде currency. Бұл қолма-қол ақша. Currency. 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 Келесі бізде декларация. Декларация. Оң жақта көрсетіп тұрғандай goods to declare. Осы белгіні табасыздар, егер де қандай да затыңызды декларацияға өткізу қажет болса. Declare. 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 Келесі бізде көзілдірікті ағылшын тілінде glasses. Glasses. Бәлкім кеденнен өткенде суретке түсіру қажет болады, ол кезде айтады, көзілдірігіңізді аласыз ба? Сол кезде түсіну үшін көзілдірікті біз ағылшын тілінде glasses. Glasses. Келесі бізде бас киім ағылшын тілінде hat. 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 Бұл да кеденнен өткенде суретке түсіру қажет болғанда айтады, бас киіміңізді шешесіз ба? Сол кезде бас киімді hat деп айтады. Келесі бізде қолды
hand. Ағылшын тілінде hand. Кеденнен өткен кезде бармақ іздеріңізді қалтыру үшін жаңағы қол деп айтылады. Hand. Келесі бізде оң жақ қолыңыз. Right hand. Right деген оң жақты білдіреді. Right hand. Келесі бір затты бір жерге қою. Put. Бәлкім айтады, оң қолыңызды сканердің үстіне қойыңыз деп. Сол кезде put. Бір жерге қою. Келесі сканерді scanner. Қолыңызды қоядынды да scanner деп айтамыз. Келесі шешу, бас киіміңізді шешу, көзілдірігіңізді шешу бәрі take off. Келесі әрине деген сөз ағылшын тіл бойынша sure. Әрине. Ал осы келесі экранда көрсетіп тұрғандай, келесі айтатынымыз кеденнен өткен кезде жиі кездесетін сұрақтар мен жауаптар. Ал ары қарай кеттік. Бірінші сұрақ, негізі офицер сізге айтады, next. Сіздің очеретіңіз келгенде next дейді. Ол кезде сіз ешқандай жауап бермейсіз, тек қана жүріп алдына барсаңыз болды. Содан соң офицерлер жиі сұрайтын сұрақ, ең бірінші сұрақ. Can I see your passport and arrival card? Passport and arrival card деген алдында айтып кеттік. Міндет түрде өздеріңіздің паспорттарыңызды дайын алып отырасыздар. Ол кезде сіз жай ғана yes, please деп қолыңызда паспортты берсеңіз болғаны. Болмаса, сіз here you are, here you go деп ағылшын тілінде мәңіз деген мағынаны білдіреді. Ал келесі бізде жиі кездесетін сұрақ, how long will you be staying in the US? Бұл жерде мен Американы мысал ретіп отырмын. Американы біз ағылшын тілінде the US, болмаса the USA, болмаса America деп айтуға болады. Ал жауап, егер сізде нақты план болса, 2 апта болса, 2 weeks деп айтасыз. Егер де басқаша 3 апта бәлкім 3 weeks, болмаса толық сөйлем, I'm planning to stay in the US for 2 weeks. I'm planning to stay in the US for 2 weeks. Келесі бізде жиі кездесетін сұрақ, what is the purpose of your trip? What is the purpose of your trip? Сіздің осында келген мақсатыңыз не? Ал жауап, егер де сіз жай ғана саяхаттап барған болсаңыз, онда жауап бересіз. I am here for tourism. Болмаса, I am here for traveling. Екеуі де болады. Ал келесі жиі кездесетін сұрақ, бәлкім сіздің мақсатыңыз осында келіп оқу. Ол кезде жауап бересіз. I am here to study. I am here to study. Ал келесі, егер сіздің бару мақсатыңыз командировка, жұмыс бабымен барған болсаңыз, онда айтасыз. I am here for business. I am here for business. Ал келесі, егер де сіз туысшылаумен барған болсаңыз, бәлкім өзіңіздің семья мүшелеріңізбен кездескелі барған болсаңыз, онда айтасыз. I am here to visit my family. I am here to visit my family. I am here to visit my family. Ал егер де сіз бір досыңызбен кездесуге келген болсаңыз, айтасыз. I am here to visit a friend. I am here to visit a friend. Егер де сіз жаңағы жауап берген кезде оқуға келдім дейсіз, ол кезде офицер сізден нақтылап сұрау мүмкін. What are you going to study? What are you going to study? Офицердің сұрағы, сіз не үйренуге келдіңіз? Сіз жауап бересіз. Мен ағылшын тілін үйренуге келдім. I am here to study English. Болмаса, I am studying English. Келесі сұрақ, егер де сіз жұмыс бабымен командировкаға барған болсаңыз, сұрау мүмкін. What kind of business do you do? What kind of business do you do? What kind of business do you do? Ал жауап, бәлкім сіз бір доғдырсыз. Бәлкім сонда бір конференцияға келдіңіз. Ол кезде жауап бересіз. I am a doctor and I am here
for a conference. I am a doctor and I am here for a conference. Келесі жиі кездесетін сұрақ, егерде сіз жаңағы жұмыс бабымен келдім десеңіз, бәлкім сұрау мүмкін. Не істейсіз деп? What do you do? What do you do? Сіз жауап бересіз, бәлкім мен бір мұғаліммін. I am a teacher. I am a teacher. Болмаса, мен бір инженермін. I am an engineer. I am an engineer. Келесі, сұрау мүмкін, сіз қайда жайғастыңыз, қай жерге жатасыз, Ол кезде сұрайды. And where will you be visiting? Ол кезде сіз жай ғана өзіңіздің қонақ үйіңіздің атын айтсаңыз болды. Болмаса жай ғана hotel. Егер қонақ үйіңіздің атын толық білсеңіз, жаңағы толық айтсаңыз болғаны. Ал келесі сұрау мүмкін, сіз кіммен бірге саяхаттап жүрсіз? Егер сіз саяхат мақсатымен барған болсаңыз, Who are you traveling with? Who are you traveling with? Егерде сіз өзіңіздің анаңызбен және өзіңіздің ұлыңызбен саяхаттап жүрген болсаңыз, онда жауап бересіз. I am traveling with my mom and my son. I am traveling with my mom and my son. Ал және сұрау мүмкін, кеденде жиі кездесетін сұрақтың бірі, сіз өзіңізбен бірге қолма-қол ақша алып жүрсіз бе? Және ол қанша ақша деп сұрау мүмкін. Оны офицер сұрайды ағылшын тілімен. How much currency are you carrying? How much currency are you carrying? Ол кезде сіз жауап бересіз, бәлкім $2000 болса, I have $2000. I have $2000. Келесі, сұрау мүмкін, сізге декларация жасауға қажетті заттарыңыз бар ма деп сұрау мүмкін. Ол кезде ағылшын тілімен Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Ал болса yes, жоқ болса no. Ал келесі бізде жаңа сізден сұрау мүмкін. Кеденде бізде ең жиі кездесетін бір жағдай және сіз көзілдірігіңізді алып тастауыңызға бола ма? Біз өйткені сізге бір сурет түсіруіміз керекпіз деп. Ол кезде ағылшын тілімен Can you take your glasses off for the photo, please? Can you take your glasses off for the photo, please? Ол кезде болса yes, yes, yes. Ал келесі сұрақ бізде, егер жаңағы бас киім киіп тұрған болсаңыз, сұрау мүмкін, бізге бір сурет қажет, сіз бас киіміңізді шешіп тастасаңыз бола ма? Ол кезде ағылшын тілімен Can you take your hat off for the photo, please? Ол кезде жауап бәлкім әрине. Sure, no problem. Sure, no problem. Ал келесі кеденде жиі кездесетін және бір жағдай, ол кеденде бізде сканер болады. Оң қолымыздың жаңағы ізін қалдыру үшін, Ол кезде ағылшын тілімен Can you put your right hand on the scanner, please? Can you put your right hand on the scanner, please? Ол кезде, әрине. Sure, no problem. Sure, no problem деп жауап береміз. Жақсы, онда бүгінгі сабақ аяқтады. Барлықтеріңізге рахмет. Егер сіздерге осы видео ұнап жатса, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егерде ағылшын тілін үйрену қажет болған адамдар болса, айта жүруді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Жақсы, онда келесі сабақта және де бізге саяхатқа байланысты көп деген сұрақ жауаптар тақырыптар болады. Сол сабақтарда кездесейік. See you next time. Bye.